Оралға қош келдік. Өте жоғары деңгейде жарыс өтіп жатыр. Қазіргі таңда бұл небары 4-ші ғана чемпионат. Яғни дәстүрлі садақ атудың өзінің бір жеке тарихындағы болып жатқан керемет сәттердің бірі. Қазір алаңда бір мезетте 280-ге жуық спортшы алтынға таласуда. Енді 20 өңірде жинауға болуы мүмкіндік бар еді, бірақ өкінішке орай 2 өңір келе алмай қалды. Сонымен біз 18 өңірмен сайысты жарыс чемпионатымызды өткізіп жатырмыз. Бәсеке өте жоғары. Кезінде бірінші сайыстарда енді біз ұпай санымен айтқанша аз ұпайлар жинаған болса, қазір кәдімгідей әлемдік рекордтар қойылып жатыр. Бұл жерде сондықтан бәсеке өте керемет. Әр өңірден чемпиондар шығып жатыр. Енді ерекшелік осы. Ал жалпы енді дәстүрлі садақ ату өте әлем бойынша қарқынды дамып келе жатыр. Оның дәлелі